Білесіздер ма, истихфар мен салауаттың өзінің айтатын бір уақыты болады. Егерде сіз дәл сол уақытта истихфар мен салауатты аз-аздан айтатын болсаңыз, Алладан ештеңе сұрамай қойсаңыз болады. Себебі Аллах Тағала бүткіл дұға тілектеріңіздің барлығын иншаллах қабыл қылады. Егерде сіз сол нәрсені күнделікті сол уақытта истихфар мен салауатты айтатын болсаңыз. Истихфар мен салауатты пайғамбарларымыз алейхиссалам қай уақытта айтқан? Білесіздер ма? Дәл сол уақытта егерде сіз салауатты да, истихфарды да сол пайғамбарлар айтқан уақытта сіз айтатын болсаңыз, иншаллах дұға тілектеріңіздің барлығын Аллах Тағала қабыл етеді. Өйткені Аллах Тағала біледі сізге не керек екенін. Ассаламу алейкум, алдарыңызда Айнұр Артықбайқызы. Міндетті түрде менің каналдарыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Және дәл осы видеоны барлық достар WhatsApp, чат, WhatsApp группаларға жіберіңіздер. Себебі бұл нәрсе оңай. Егерде сол нәрсені сіз істейтін болсаңыз, күнделік маған керемет отзыв жазатын боласыз. Пайғамбарлар алейхиссалам қай уақытта истихфар мен салауатты айтқан десеңіз, сізге бір мысал келтірейін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхиссаламға бір сахаба келген екен. Сол кезде сахаба келіп сұрайды: мен тахажжудтың уақытысында, яғни таңғы намазға дейінгі уақытта мен салауатқа бір 10-15 минут арнадым дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы да көбейтпедің бе дейді. Содан кейін жарты сағат оқимын ба дейді. Одан кейін бұны естіген боларсыздар, бұл оқиғаны. Одан кейін тағы да көбірек айтсаң жақсы болар еді дейді. Сонымен бұл 1 сағатқа созылады. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол сахабаға айтады да, егерде 1 сағат таңғы намазы, тахажжуд намазында, таңғы намазы 1-1,5 сағат қалған кезде тұрып, сіз тек салауатты, немесе истихфарды, немесе чирдават етсеңіз болады. Бүгін салауат айтып, немесе ертең истихфар айтып. Сол уақытта 1 сағат бойы сіз салауатты айтатын болсаңыз, одан кейін таң намазы кіреді, оқып болғаннан кейін ұйықтайсыз. Кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан: егер таңғы намазда 1-1,5 сағат қалғанда салауатты оқитын болсаңыз, немесе истихфарды айтатын болсаңыз, Аллах Тағала бүкіл дұға тілектеріңізді қабыл қылады. Сұрамасаң да Аллах Тағала біледі сізге не керек екенін. Енді бұдан біз не аламыз? Яғни не үшін тахажжуд намаздың уақытысында бүкіл дұға тілектердің барлығы қабыл қылады? Себебі бүкіл мына аспандағы періштелердің барлығы жерге түседі. Одан кейін бүкіл дұға қылып отқан, намаз оқып отқан, Құран оқып отқан, салауат, истихфар, зікір айтып отырған, намаз оқып отырған бүкіл мұсылмандардың дұға тілектерінің барлығын, яғни періштелер Раббысына жеткізеді. Аллах Тағала бәрін білуші, бәрін көруші екенін білесіздер. Қораздар азанда кукарикук дейді ғой, білесіздер ғой, азанда оятады ғой. Сол кезде олар періштелер. Тауықтар қай кезде оятады десеңіз, тауықтар таңғы намазға 1 сағат қалған кезде тауықтар оятады. Ал ит, ешек, ауызбілек шайтандарды көреді. Сол үшін тауықтардың дауысын естіген таң атпай жатып, бірден тұра қалыңызда дәретіңізді алып, истихфар, салауатқа кірісіңіз. Электронды таспихпен истихфар, салауатты тоқтамай айтыңыз. Одан кейін тахажжуд намазы кіреді, тахажжуд намазын оқисыз, одан кейін таң намазын оқисыз, одан кейін өзіңіздің құлшылықтарыңызды істейсіздер, одан кейін барып жатасыздар. Білесіздер ма, күніге сіздер осылай қайталасаңыздар, өздеріңіз сезесіздер. Бірінші Аллах Тағала жүрек тыныштығын береді. Үйлеріңізде бақыт, береке, бірлік кіреді. Көптеген қазір әрбір үйде неше түрлі проблемалар бар. Біреуді Аллах Тағала баламен сынап жатыр, біреуді үймен, біреуді машинасымен, біреуді баланың денсаулығымен, біреуді өзінің денсаулығымен. Әртүрлі сынақтар келіп жатыр ғой. Балдар игроман, жаңа бір апам жазып жатыр, балам игроман. Соның қарызын барлығын төлеп отырмын деп. Міне, бүткіл қандай проблема бар, соның барлығын арқалаймыз да, тауықтар азанда шақырған кезінде тұра қалыңыз да, бүкіл проблемаңызбен Алланың алдына отырып, тек истихфар, немесе салауат, немесе бірге айтыңыз, немесе чирдават етіңіз. Егерде сіз намаз оқымайтын болсаңыз, тұрыңыз,
тағажудтың уақытысында тұрыңыз да 1 сағат бойы салауат айтыңыз. 10 күн бойы мысалға, 10 күннен кейін 1 сағат бойы истиғфар айтыңыз. Салауат деген қандай ол? Салауат дегеніміз Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтамыз. Алланың өзі Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтады, білесіздер. Ең қысқа салауат жарысына тіркеу жүріп жатыр. Бірінші кезеңі бітті, 10 күндік. Сол кезде Аллахума соли аля сайдина Мұхаммад деп айттық. Енді екінші салауат жарысында да дәл осындай салауат айтамыз. Яғни мағыналары салауаттардың. Я Аллах Тағалам, Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сенің игілігің мен сәлемің берекетің болсын деген мағынаны білдіреді. Салауаттың түрі көп, қайсысын айтсаңыз да өзіңіз білесіз. Ал истиғфар деген астағфируллах ва атубу илейх. Истиғфар дұғасы да деген бар. Истиғфардың түрі көп, қайсысын айтсаңыз да өзіңіз білесіз. Астағфируллах ва атубу илейх. Аллах Тағала мені кешіре гөр, мен саған тәубе етемін деген мағынаны білдіреді. Дәл осы истиғфар мен салауатты сіздер күнделікті тағажуд намазында оқып, одан кейін күнделікті де айтатын болсаңыз, өміріңіз 100% өзгереді. Тек өзіңіздің нәпсіңізді тыйып, сізді жаратқан әлемдердің Раббысына уақыт бөліңіз.